Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ халқының 4 түлік малының ішіндегі ешкі туралы айтамыз сіздерге. Ешкі малы 4 түлік малға жатады. Бүгін ешкінің қандай пайдасы бар екені туралы сіздерге айтып өтейік. Аяла, мынау не екенін білесің бе сен? Білем. Бұл ешкінің сүті. Ешкінің сүтін көрдің ба? Иә. Өте қою болады. Қарашы. Бұл қою екен, иә? Осы ешкінің сүтінен не жасалынатынын білесің бе? Білем. Ал айта қойшы, не жасалынады? Құрт, қатық. Мынау құрт. Тағы да не жасауға болады? Мынау ірімшік. Тағы да айта қой, не жасауға болады? Сүзбе. Тағы да, мынау не? Қатық. Қатық дейді, дұрыс айтасың. Ешкінің сүті адамға өте пайдалы екен. Одан алынатын дәрумендер көп екен. Соны білесің бе сен? Иә. Ешкінің сүтінен адам денсаулығына пайдалы көптеген дәрумендер алуға болады екен. Ал Аяла, бүгін ешкіні қалай сау керек екенін үйретейін саған. Үйренесің бе? Иә. Аяла, ешкіні қалай сау керек екенін үйретейін саған, келе ғой. Ешкіні сауғанда малдың оң жағынан отырасың. Көрдің ғой? Мінекей, енді мына шелекке емшегін тартып, сүтін сауамыз. Бұлай сауылады ешкінің сүті. Қарай ғой. Аяла, ешкіні сауған өте оңай. Сен үйреніп алсаң, бұл саған өмір бақи өзіңе керек болады. Ешкінің сүтінде көптеген дәрумендер бар екенін білесің ғой. Сондықтан да ешкіні сауып, оның сүтін үнемі ішіп жүресің. Ешкіні сауғаннан кейін жылыдай аш қарынға ішсе, адам денсаулығына өте пайдалы. Ол жүрек, өкпе, бауыр ауруларына мыңда бір ем. Жүнін жылса бақырған, ешкі атасын шақырған. Өрісте өскен жануар, шөре лағым. Ал, Аяла, бүгінгі жұмысымыз саған ұнады ма? Иә, өте ұнады. Бүгін біз ешкі сүтінің адам денсаулығына қандай пайдасы бар екенін туралы айттық, иә? Иә. Ешкіні алдымен саудық, одан сүт сауып алып, оны сүзбеге құйып сүздік, одан айран үйттік, қатық жасадық, мынандай етіп құрт жасадық, иә? Ал ендеше ешкі сүтінің адам денсаулығына өте пайдалы екен туралы үнемі айтып жүресің, иә? Одан өте көп дәрумендер алуға болады екен. Анашым, бүгінгі жұмыс маған өте ұнады.